Не деп айтқан білесіздер ме? Естігесіздер ме оны? Сенсация ғой. Үштөбеде болып жатыр сенсация. Эксклюзив. Біліп алыңыздар, түйіп алыңыздар иншалла. Бұл риуаят кәдімгідей сира кітаптарында келген хабар. Қасында қызметшілерінен жеткен Амина анамыздың. Умму Айман Барака деген әйелді білесіздер ғой? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның дүниеге келмей тұрып қасында болған, дүниеден өткеннен кейін жер бетінде қалып қойған жалғыз түйір адам. Әкесі Абдулладан қалған қызметші. Қараңыздар, жалғыз түйір адам, пайғамбар дүниеге келмей тұрып өмірде болған, пайғамбар дүниеден өтіп кеткеннен кейін де одан артық біреу тани ма пайғамбарды? Тіпті кезінен артын жуып тазалап қараған сол кісі, Умму Айман деген. Сол кісі болған жағы сөзді айтып жатқан кезде Амина анамыз баласының қолынан ұстап балам деп айтқан екен. Балам, әрбір жас қартаяды деген екен. Әрбір өмірге келуші өмірден қайтадан кетеді деген. Әрбір жаңа тозады деген. Бірақ дейді, Аминаның есімі мәңгі бақи қалады деп айтты. Өйткені мен туған бала қатардағы балалардың бірі емес, сені туғанда жатырынан шыққан нұрды көргенмін мен дейді. Көрдіңіз бе? Пайғамбардың өмірі айтылған кезде кім айтылады? Тас. Шешесі айтылады ғой, Амина анамыз айтылады ғой. Айтылмай ма әлде? Айтылады ғой, кім өмірге келді? Амина. Қазір балаларымыздың, қыздарымыздың атын Амина деп қойып жатырмыз. Кімнің берекетіне? Пайғамбардың берекетіне. Ертең осындай бір асыл азаматты өмірге әкелсін деген ниетпен қойылып жатыр. Көрдіңіздер ме? Сол анамыздың сөйтіп айтып кеткені бар екен.